Сәлем достар, сіздермен Нұрсезім. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі дәмді болып шығатын, сондай-ақ жасалуы да оңай торттың рецептін ұсынатын боламын. Егер үлкен торттардан шаршаған болсаңыз, дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Алдымен жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз қосып, кішкене миксерлеп аламыз. Кейін оған қантты себелеп қоса отырып, жұмыртқа әппақ пена болғанға дейін 2-3 минуттай миксерлейтін боламыз. Кейін осы массаға жұмыртқаның сарыуызын бір-бірден қоса отырып миксерлейміз. Біздің массамыз басылып қалмас үшін ары қарай лопаткамен не болмаса венчикпен араластыратын боламыз. Сұйық майды қосамыз және соңында електен өткізілген ұн мен разрыхлительді біріктіріп, оны біздің сұйық массамызға қосамыз. Дайын болған қамырды бірдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Оның біріншісіне ешқандай қоспай өзін пісіреміз, ал үшеуіне 3 түрлі, яғни майдалап туралған грецкий орех, макты және какаоны қосып, біріктіріп араластырып аламыз. Және осыларды бөлек-бөлек пісіріп алатын боламыз. Форманың диаметрі менде 20 см. Осыған бисквитті құйып, лопаткамен жайып шығамыз және оны қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минутта пісіріп аламыз. Қалған бисквиттерді де дәл осылай пісіріп аламыз. Бізде барлығы 4 бисквит болды. Бисквиттер суығаннан кейін кольцоны 19 см қылып алып, барлығын бірдей етіп кесіп шығамын. Шетінде қалған кесінділерін крошка жасау үшін бөлек алып қоямыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майды 1 минуттай миксерлеп аламыз. Кейін оған вареный сгущенканы қосып, және салқын сливкиді қосып, миксерлеп алатын боламыз. Консистенциясы тура видеода көрсетілгендей болу керек. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Пропитка жасау үшін сгущенка мен ыстық суды осылай араластырып аламын. Тортты осындай кольцода жинаңыздар, сол кезде ол әдемі және бір тегіс болып шығатын болады. Алғашқы бисквитімізді салып, оның үстіне пропиткамызды жағып шығамыз және кремімізді салып, спатуланың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығамыз. Дәл осылай басқа бисквиттерді салып, тортымызды жинап шығатын боламыз. Кез келген реттілікпен жинасаңыздар болады, яғни менде алғашқы бисквитім ештеңесіз, яғни жай ғана бисквит, екінші слой менде ореховый, үшіншісі шоколадный және соңғы слойы менде маковый бисквит болған. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша реттілігін ауыстырсаңыздар болады. Осылай жинап алғаннан кейін кольцоны ақырын ғана алып, шетіне қалған кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Бисквиттің қалған қалдықтарын осылай блендермен өткізіп аламын және осыны торттың шетіне жағып шығатын боламыз. Торттың бетіне кез келген декор жасасаңыздар болады. Егер менікіндей шоколадный узор жасағыңыз келсе, сіздерге берер кеңесім тоңазытқышқа салмай тұрып, дәл осылай шоколадты ерітіп, үстіне видеода көрсетілгендей жағып шықсаңыздар болады. Ал егер тоңазытқыштан алғаннан кейін шоколадпен жағатын болсаңыздар, шоколад тез қатып қалады. Ол кезде мынадай узор жасау мүмкін емес болып қалады. Менде дәл сондай проблема болғандықтан мен үстіндегі узорды екінші рет жасаған болатынмын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.